Әйел адам үйге арналған деп айтады ғой осы. Жұмыс істемеу керек, тек қана үйде отыру керек деп. Шариғатта да, қазақтың тәрбиесінде де әйел адам ақша тапса бұзылып кетеді, құтырып кетеді. Кешегі Бадықовада сондай көп ақша тауып бұзылып кетті деген сияқты. Негізінде сол нәрсе дұрыс емес деп есептеймін. Себебі қаншама жұмыс істеп жатқан әйелдер көп қазір. Солардың барлығына жұмыс істеме деп үйлеріне отырғызып қойсаң, не болады ал? Қаншама мықты маман әйелдер бар. Жүздеген еркектің жұмысын жасап жатқан. Небір талантты адамдар бар, әйелдер. Ал онда әйелдер тек қана үйде отыру керек дейтін болсақ, онда ешқайсымыз қыздарымызды, қарындастарымызды оқытпай-ақ қояйық. Тек қана тамақ істеуді, үй жинауды, ыдыс жууды ғана үйретейік. Сонымен ертең біреудің үйіне барып, сондай қызметші болып жүрсін. Соған келісесіздер ма? Мен келіспеймін. Ол үшін ондай нәрсені көп айта бермеу керек. Себебі небір жұмыс істеймін деп тұрған мықты, білімді, ақылды қыздарымыз бар. Мамандар бар, талантты бар. Соларға жаңағы жұмыс істемейсің деп қинап ұстап отырған еркектер бар. Сол себепті ажырасып кетіп жатқан. Сол себепті ұрыс керістер көбейіп жатқан. Сол үшін ең басты әйелімізге жақсы болсақ, жақсы қарасақ, әйел адамда жұмыс істеп, дамып, өсіп, қоғамға пайдалы болуға құқығы бар деп ойлаймын.